Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге хит пирогтардың бірі красный бархат пирогын дайындаймыз. Ол үшін електен өткізілген ұнымызға бөлме температурасындағы майымызды қосамыз. Екеуін жақсылап араластырып, тесто крошка дайындаймыз. Тесто крошкамыз осындай болып шығуы керек. Енді қантымызды қосамыз. Қопсытқышымызды қосамыз. Какаомызды қосамыз. Сухой красителімізді қосамыз. Енді барлығын жақсылап араластырып, қызыл тесто крошка жасаймыз. Осындай қанық әдемі тесто крошкамыз шығу керек. Енді салмамызды дайындаймыз. Творогымыздың үстіне қантымызды салып, үстіне жұмыртқамызды жарамыз. Барлығын бір келкі болғанша араластырамыз. Духовкамызды 180 градусқа қыздырып қоямыз. Менде формамның диаметрі 24. Формамыздың астына пергамент қағазын төсеп, үстіне тесто крошкамыздың жартысынан көбін саламыз. Бетінің қолымызбен жайлап тегістеп шығамыз. Енді начинкамызды салып, оны да тегістеп шығамыз. Қалған тесто крошкамызбен пирогымыздың бетін барлығын жауып шығамыз. Бетін ақырындап, нығыздамай тегістеп шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 45-50 минуттай пісіреміз. Пирогымыздың бетінде кейбір жерінде крошкалар уже қоңырлап бастаған кезде пирогымыз дайын деген сөз. Пеште ұзақ уақыт ұстамаңыз, себебі пирогымыз сухой болып кетеді. Баршаңызға ас болсын, сіздермен бірге болған Жансая.